Кеңесті бастаңдар. Уа халайық, біз қазақ болғалы мұндай күйге түспеп едік. Bir жағадан бас жеңнен қол шығарудың орнына хандыққа таласып 300-ге бөлініп кеттік. Қалмаққа да керегі осы еді. Тұтқиылдан басып кіріп Қамшаттың қазақты қойдай қырды. Ойраттың ойран салғаны да оңай тимеді. Енді ауызбіршілік танытып жерімізді қайтаратын сәт туды. Бүгінгі құрылтайдың да мақсаты осы. Төлеге әрқатын айтты. Ақтабан шұбырында алқа көрсетламасы болғанды қыздан қалмақтан алып кейін қайтармасақ, жер басып жүрудің қажеті жоқ. Қазақты қалмақ қапиядан соқты. Ал бүгін қалмаққа қарсы қаруын сайлап келіп отыр. Не бел кетеді, не белбеу кетеді. Енді қазақты ешкім тоқтата алмайды. Бұл сөздердің түйіні бірлік танытып қалмақтан жерімізді азат ету. Оған халық тас түйін дайын. Ендеше әскерді бастайтын бас қолбасшы мен бас сардарбекті сайлайық. Олай болса мен Әбілқайыр ханды бас қолбасшы, ал Бөгенбай батырды бас сардарбек етіп сайлауды ұсынамын. Себебі бұлар әбден сыналған қолбасшылар. Төле бидің ұсынысына қарсы шығатындарың бар ма? Жоқ, келісемін. Қолдаймын. Қарсы емеспіз. Ендеше әрбір ру өзінің жауынгерлік жасағын құрып, бүкіл қазақты үлкен жасаққа қосу керек. Олардың ру басшылары азықпен, қару-жарақпен, ат-көлікпен қамтамасыз тиісті. Уа қамир, 300-дің жақсылары өз ойларын ортаға салды. Енді өзіңіздің жарлығыңызды күтеміз. Уа игі жақсылар, енді менің жарлығымды тыңдаңдар. Әр ру өз жасағын құрып, үлкен жасаққа қосылуы міндеттенсін. Әскерді азықпен, қару-жарақпен, ат-көлікпен қамтамасыз етуді ру басшыларына тапсырамын. Әбілқайыр хан бас қолбасшы, ал Бөгенбай батыр бас сардарбегі болып, әскерді шайқасқа бастасын. Олай болса қол